Hello guys, my name is Azamat. Today we will study about шучу. ИБС. Сәлем барлықтарыңызға. Көптен бері Гиппократта видео болмай кетті. Себебі басқа сфераларды көріп жатырмын. Бірақ бүгін біз ИБС, ОКС айырмашылығын түсіндіретін боламын. Қалай ажыратамыз, ұмытпау үшін. Потому что иногда ұмытып кетеміз, что такое ИБС, что такое ОКС. ИБС дегеніміз ишемическая болезнь сердца. Қазақшасы жүректің ишемиялық ауруы. ОКС острый коронарный синдром, қазақшасы жедел коронарлы синдром. Қарапайым тілде студенттер, қарапайым тілде түсіндірейін. Мынау мысалға жүрек. 4 камера бар, 4 камерасын салып қойдым. ИБС дегеніміз не? ИБС дегеніміз осы жүректің миокард қабаты бар ғой? Миокард қабаты. Эндокард, эпикард, миокард. Миокард қабатының оттегіге тасымалдануының бұзылуын айтамыз. Яғни ИБС дегеніміз миокардқа дұрыс оттегі бармай жатыр. Потому что қандай да бір тамыр арқылы қан барады ғой. Қандай да бір бляшка бар или что-то спазм, из-за этого миокард дұрыс оттегіге қанықпай жатыр деген сөз. Созылмалы ауру, яғни жүректің миокард қабатына оттегінің дұрыс келмеуі болды. ИБС деп айтамыз. ИБС-тің нақты түрі бар, ол стабильная стенокардия. Стабильная стенокардия. Стено деп қоям. Яғни стабильный стенокардия дегеніміз ол тұрақты стенокардия. Не себепті тұрақты деп айтамыз? Оның 3 симптомы бар. 3 симптомы бар тұрақты стенокардияның. Біріншісі төс аймағы ауырады. Симптом кулака деп айтады, яғни төсін ұстап тұрады пациент. Екіншісі нитроглицеринге басылады. Нитроглицерин тіл астына енгізгеннен кейін. Үшіншісі физикалық жүктемеден кейін басталады. Қандай да бір физический жат жасайды ғой, содан кейін басталады. Студенттер толық ақпаратты білу үшін, осыларды білу үшін, кез келген медицина тақырыпты білу үшін медэлемент, мынау сайттың аты медэлемент деген сайт бар. Осы сайтта сіздер протоколдары бар. Протокол дегеніміз бүкіл осы аурулардың емі, диагностикасы барлық қарапайым тілде түсіндіріледі. Бірақ орысшасын қараңыздар. Медэлементке кіреміз, сол жерде протокол деген бар, к врачам, сол жерде уже ашып, любой ауруды жазып іздей береміз. Келесі нәрсе түсіндік қой да, мына жерін. ИБС дегеніміз ишемиялық ауру. Не себепті ишемия? Яғни ишемия болып тұр. Ауа бармай жатыр миокардқа, содан ишемия деп айтамыз. Енді ОКС. Студенттер, мынандай мақал бар, типа мақал орысша. Любая ОКС это ИБС, но не любой ИБС это ОКС. Кім түсінді? Өзім түсінбедім. Кеттік. ОКС, студенттер, осы ИБС-ке кіреді. ИБС-ның ішіне кіріп кетеді. Просто ОКС деп айтамыз, ИБС-ның ақыры. ИБС ОКС-ке ұласады. Кейбір жағдайларда ұласады. Дұрыс дәрі ішпегенде, дұрыс емдемегенде ұласады. ОКС дегеніміз жедел коронарлы синдром. Оған кіреді нестабильная стенокардия и миокард инфарктісі. Түсінікті ғой? Яғни ИБС-тен шығады ОКС. ОКС дегеніміз бұл ИБС-тің ақыры, қолайсыз ақыры, нестабильная стенокардия и миокард инфарктісі. Яғни ол деген сөз уже полный жауып тастады деген сөз, бляшкамен и миокардқа оттек бармай қалды. Осы жерін түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бұлардың емі барлығы осы медэлементте бар. Медэлементтен қараңыздар. Так, диагностикасында біз тропонин тексеріледі. Ең бірінші тропонинге анализ. Тропонин дегеніміз студенттер бұл бұлшықеттің бір
құрылымдық бірлігі деп алсақ болады, потому что бұның барлығы тропонин дегеніміз бағанағы саркомер деген затқа кіреді. Саркомер ғой бізде. Саркомер дегеніміз ол актин, миозин былай байланысып тұрады. Осылардың ішінде тропонин болады, тропомиозин болады, естеріңізде ме? Осыны білсеңіздер, не үшін тропонинді қарайтын білесіздер? Потому что тропонинді қарайды, мана бұлшықет былай айтқанда бұлшықет жарылып кетеді да, былай айтқанда үзіліп, сөйтіп тропонин оның бөлігі бұлшықеттің лабораторияда анықталып тұрады. Түсінікті болса, осылай осындай айырмашылығы қысқа нұсқа, ертең артық нәрсе керек емес сіздерге. Мына стабильный стенокіне физический жүктеме болған кезде, нестабильный ол физический жүктемеге қарамайды. Осы сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Егер де осыны жалғастырайын ба, жалғастыруды сұрасаңыздар, комментке жазыңыздар, жалғастырыңызшы деп мен общий лечениясында айтып кете аламын. Просто это вызывает у вас интерес или нет? Спрос бар ма, жоқ па? Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер тақырып түсінікті болса жазып алыңыздар, есте сақтаңыздар. Сізбен бірге Гиппократ. Бұл арнада, бұл осы YouTube Гиппократ арнасында медициналық теманы талқылаймыз. Одан кейін саморазвитие. Рахмет сіздерге.